Ресей Рязань және Саратов облыстарындағы аэродромдардағы жарылыстарға қатысты түсініктеме берді. Аэродромдардың бірінде өрт болып, ал екіншісінде дрон құлаған еді. Жарылыс салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл әскери нысандарда ресейлік стратегиялық бомбалаушылар орналасқан. Бұл ретте Рязань маңындағы және Энгельстегі әуе айлақтардан Украина аумағына кезекті соққылар дайындалғаны белгілі болды. Ресей Федерациясы президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Владимир Путинге не болғаны туралы хабарлады. Әрине, тиісті органдардан президент болып жатқан оқиғалар туралы үнемі ақпарат алып отырады, дейді Песков телефон арқылы берген сұхбатында. Ресейдің қорғаныс министрлігі әуе базаларына Украин әскери күштері соққы берді деп мәлімдеді. 5 желтоқсан күні таңертең Киев Ресейдің алыс авиациялық ұшақтарын істен шығару мақсатында Рязань облысындағы Дягилево және Саратов облысындағы Энгельс әскери аэродромдары бойынша кеңестік реактивті пилотсыз ұшу аппаратымен соққы жасауға тырысты делінген хабарламада. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, дрондарды Ресейдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс құралдары ұстап алған. Соның салдарынан адамдар мен техникалар қалдықтардың құлауынан зардап шеккен.